Ауылда жүргенде Тамдыда. Талай мен деп той бастап, тойдың көркі, елдің көркі болып жүрген әжелердің 80-ге келіп сергелдең болғандарын көріп. Сол кезде туған бойлар еді. Бұл енді дәптерде қалмасын, артымызда балдар естетін болсын, жастарға құлақ қағыс. Ата-анаңның жүзін мұң шалмасын, көңілдері ортаймасын, бұл шабаздар мезгілсіз қартаймасын деген мақсатпенен мына жария қылып айтып отырмын дейді. Естіген құлақ тыңдайтын құлақ болса. Бар ғой құлақтар. 80-нің сергелдеңін көзім көріп, өзімді тоқтат алмай көңілім еріп, көп жасап көрер күнің осы болса, ертерек жақсау дедім кеткенде өліп. Сөйлейді балаң өзі болғандай боп, баласын келін жасап алғандай боп, қарт ана жаутаңдайды жас баладай, бейне бір өшкен елден қалғандай боп. Күн санап қысқарды ғой адымдарың, сөз айтат ауыр-ауыр залымдарың. Сонда да қарғамайсың налымадың, оларда алар дейсің салымдарын. Адымдап бұрынғыдай жүре алмадың, еркінсіп немерең сүйе алмадың. Жас қан көк қатынның қаңқуынан үстіңе тәуіріңді кие алмадың. Ананың мұң сезілер маңдайынан, белгілі мәземесі жағдайының, күш беру, қайрат беру қолдан келмей, тіледім иманыңды Құдайымнан. Келіндер ойланыңдар, өлмесең қартаясын ойға алыңдар. Істеген жақсы жаман қызметіңнің алдыңа келетінін ойға алыңдар. Қалмаған кемпір көштен ана болған, ақылды өздеріңдей дана болған, көтерген шаңырақты өз қолымен, кезінде өздеріңе пана болған. Бала деп жанды талай қинаған ғой, тірнекеп қу тірлікті жинаған ғой. Келтіріп дүниеге азамат қып сендерге бір-бір байды сыйлаған ғой. Қартайса ата-ананы аялаңдар, жылы сөз мейіріміңді аямаңдар. Кетеді күні бітсе асықпаңдар, өлмейтін жүзі жасаған қай адам бар. Анадай жаны жайсаң барма адам, қуанат шүкірлік қып жүрсең аман. Тілейді тілегіңді күні түні, соңында түсінбейді кейбіреулер. Қартайса ата-анаң қонақ екен, өмірдің заңы солай болады екен. Мейірім жылы сөзбен дәмді тамақ күтеріп балдарынан солақ екен дейміз ғой.